Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Олай болса, өткен сабағымызды пысықтап, ауызша есеп шығарайық. Нешені қоссақ 20 болады. Қанық түспен боялған төртбұрыштарды санайық. Кім жылдам табар екен? Бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бірінші қатарда 14 бүріш бар екен. Келесі қатарда неше төртбұрыш барын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Барлығы 16 төртбұрыш санадық. Балалар, 20 болу үшін енді нешеу керек? 16 мен 4-тің қосындысы 20 болады екен. Енді келесі кестедегі қанық түспен боялған төртбұрыштарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бірінші қатарда 7 төртбұрыш бар екен. Екінші қатарда да сонша төртбұрыш бар екен. Олай болса, барлығы қанша төртбұрыш болады? 14 төртбұрыш. Енді қалған төртбұрыштарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 пен 6-ның қосындысы 20 екен. Келесі кестеге зер салыңдар. Қанық түсті төртбұрыштарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі қатарда тағы сонша төртбұрыш бар екен. Барлығы қанша төртбұрыш болады? 12 төртбұрыш. Енді бәріміз 12-ні 20 болғызу үшін қанша төртбұрыш керек екенін санайық. Олай болса, 12 мен 8-тің қосындысы 20 болады екен. Енді келесі кестедегі төртбұрыштарды санаңдар. Бірінші қатарда 10 төртбұрыш бар екен. Екінші қатарды санайық. 11, 12, 13. Енді қанша төртбұрыш керек? 13 пен 7-нің қосындысы 20 екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді жаңа сабағымызға кірсек, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай есептерді шығарып үйрену. Есептің берілімін оқиық. Мұғаліммен бірге оқыңдар, балалар. Толғы 12 доп. Түше 7 допты есікке кіргізді. Олар барлығы қанша доп кіргізді? Енді есептің сөзін өздерің оқыңдар. Балалар, оқыдыңдар ма? Кім қанша доп кіргізді? Есептегі белгілі берілімдерді атаңдар, балалар. Бір допты бір төртбұрышпен белгілейік. Олай болса, толғы 12 доп кіргізгендіктен 12 төртбұрышпен, түше 7 доп кіргізгендіктен 7 төртбұрышпен бейнелеп белгілейік. Біз есептегі белгілі берілімдерді атадық. Енді не кем болып тұр? Олай болса, есебіміздің сұрағына қайта оралайық. Барлығы қанша доп кіргізген? Қандай тәсілмен шығарамыз? Қосынды. Екі баланың кіргізген доптарын қосынды түрінде жазайық. 12-ге 7-ні қосайық.
нешеу болады? 19. Есебімізді тексеріп көрейік. Толғының 12 добына төшенің 7 добын қосамыз. 12-ден ары қарай жалғастырып санаймыз. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Біз есепті дұрыс шығарыппыз. Олай болса, жауабы барлығы 19 доп екен. Енді келесі есепті шығарайық. Алдымен есептің берілімін оқимыз. Толғы 12 доп. Төше 7 допты есікке кіргізді. Бұл есептің берілімінде не кем? Нені табуға байланысты сұрақ жоқ екен. Олай болса барлығымыз сұрақ қояйық. Есептің берілімінде кім, кімде, неше-нешеден топ бар еді? Және кімнен кімнің добы нешемен артық еді? Олай болса мен төше нешемен кем топ кіргізген деген сұрақты қояйын. Енді біз нені табамыз? Төшенің кіргізген добы нешемен кем екенін табамыз. Айырмасын табу есебін шығарғанда алу, яғни азайту амалымен шығарамыз. Олай болса, үлкен саннан кіші санды аламыз. 12-ден 7-ні алайық. Нешеу болады? 5 доп. Енді есебімізді тексерейік. Төртбұрыштарды сәйкестіріп көрейік. 5 төртбұрыш артық екен. Олай болса, 5-пен кем екені белгілі болды. Жарайды, балалар. Келесі есепті тақтаға шығарайық. Ағасы мен бауырындағы асықтарды суретпен бейнелеп көрсетейік. Мұғалімнің қолында қанша асық бар екен? 5 асықты дәптердің бір торкөзімен белгілейік. Мұғалім 2 торкөзді сызып белгіледі. Нешеу болады? 10 асық болады екен. Мұғалімге ілесіп сызыңдар, балалар.
эсепти суретпен бейнелеп көрсөттүм. Энди барлыгыбыз окуп көрөйүк. Бир тор көздө 5 асык бар дегенбиз. Олай болсо, мында 10, 20, 30, 40. Мында 5, 45. Агасында 45 асык бар экен. Енді барлығымыз бауырының асығын санайық. 10, 20. Мұнда 20 асық бар екен. Сурет бойынша сөйлем құрастырып жазайық. Сендер ілесіп жазыңдар. Ағасында 45 асық. Ағасында 45 асық. Бауырында Бауырында 20 асық. Бар еді. Енді ағасында 45 асық, бауырында 20 асық бар еді. Енді бәріміз қосындысын табатын есеп құрастырайық. Мен сұрақ қояйын. Барлығы қанша асық болады? Қосындысы, яғни ағасы мен бауырының асығын қосады екенбіз. Жазайық. Ағасының асығына бауырының асығын қосамыз. Яғни 45-ке 20-ны қосамыз. Ондық бірлікпен қосыңдар балалар. 4 ондық, 2 ондық бірігіп, 6 ондық. 5 бірлікке қосатын бірлік жоқ болғандықтан 65 асық болады. Шаға асық деген сөз екен. Біз есепті шығарып біттік. Барлығы 65 асық болады екен. Енді барлығымыз жауабын тексерейік. 10, 20, 30, 40, 45. Енді оған 10 асықты қосып, 55, 65. Дұрыс шығарып біз. Енді келесі есебімізді құрастырайық. Бұл есепте мен қысқаша белгілеу жасадым. Ағасында 45 асық, бауырында
20 асық бар. Енді барлығымыз нені табайық? Сұрақ қояйық. Қысқаша белгілеуді қараған кезде кімде көп асық бар екен? Олай болса мен ағасының асығы бауырының асығынан нешемен артық деген сұрақты қояйын. Белгілеуден қараған кезде ағасының асығы артық болғандықтан мен ағасыныкі нешемен артық деген сұрақты қойдым. Енді бәріміз қысқаша белгілеу бойынша есеп құрастырайық. Қысқаша белгілеу бойынша есеп құрастырдық. Енді бәріміз ағасының асығынан бауырының асығын алып, есепті шығарайық. Ағасының асығынан бауырының асығын алдық, 25 асық артық екен. Барлығымыз мұны бейнелеу бойынша тексеріп көрейік. Ағасының асығы 10, 20, 30, 40, 45 болатын. Бауырының асығы 10, 20. Енді сәйкестіріп көріп, қалғанын санайық. 10, 20, 25. Олай болса 25 пен артық деп дұрыс шығарыппыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталып жатыр. Үй тапсырмасын белгілеп алыңдар. Берілген сурет бойынша сөзді есеп құрастырып шығарыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.